Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай нәзік тортын, яғни бір-ақ жұмыртқадан тұратын, тапада пісетін осындай нәзік тортының рецептімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоның соңына шейін қараңыздар. Ең алдымен тортты жасау үшін осындай бір жұмыртқамызды шағып, бір ыдысымызға, оның үстіне бір банка сгущенкамызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Екі қоспа араласу керек бір-бірімен. Оның үстінен қамырымызды қосамыз, ұнымызды бір ас қасық, бір чайный ложка разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық граммдарды мен осы видеоның астына описанияға қалдырам, сол жақтан кіріп көрсеңіздер болады. Енді қолмен илейтін боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеңіздер. Қатты қамыр илеп тастасаңыздар, тесталарыңыз қатып қалатын болады. Осы тортты үнемі ұялмай қонақтарыңызға да, отбасыларыңызға да ұсынасыздар. Ешқандай жаңағыдай духовкада, печкада пісірмейсіздер. Сковородкада, кәдімгідей тапада пісіріп шығасыздар. Оп-оңай әрі тез дайындалады. Қолжетімді заттардан жасалынатын торттың түрі. Осында бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 7 бөлікке бөлдім. Сіздер өз қалауларыңызбен 8-9 бөлікке бөлсеңіздер болады. Бұл жерде негізі 9 бөлікке дейін шығуға болады. Мен кішкене қалыңырақ қылдым тестасын. Біреулерге жұқа ұнайды, әрқалай жасасаңыздар болады. Осылай дөңгелетіп алып, бір 5 минутқа демалдырып қойып, шетінен алып жая беретін боламыз. Барлығын дайындап, бетін майлықпен жауып қоямыз. Әрі қарай өзіміздің бір тестамызды алып, осылай дөңгелектіп жайып шығамыз. Онда себе отырып жаймасаңыздар, жабысып қалады. Себебі мен кішкене жұмсақтау қылдым да, сондықтан жабысып жатыр. Жан-жағының барлығын осылай жұқалап жаясыздар. Қатты қалың болып кетпесін. Бұл тортты бір жасағаннан сәтті шығатын торттардың түрі, сондықтан қорықпай жасай берсеңіздер болады. Ал енді қызып тұрған тапамызға осы қамырымызды салып пісіріп алатын боламыз, екі бетін қызарғанша. Қараңыздар, осы бетін осылай қойып, жақсылап, енді екінші бетін ауыстырамыз қызарғаннан кейін. Көрдіңіздер, осылай қызаратын болады міндетті түрде. Қызарғаннан кейін барып алмасаңыздар, шикі болып қалады. Жақсылап осылай шеттерін ашып. Енді бұл менде тапа кішкентай болып тұр, сондықтан тестам сыймай тұр. Шеттерінің барлығын қазір пышақпен кесіп, солай дөңгелетіп алатын болам. Дайын болды. Қалған қамырларын бәрін жайып тастадым. Неке енді осының үстіне осы тарелкамды қойып, дөңгелек етіп, пышақпен кесіп алатын болам. Сіздерде арнайы форма болса, кесетін, сомен кессеңіздер де болады. Енді менде болмаған соң, үй жағдайында осы тарелканың үстіне қойып, кесіп алдым. Ешқандай да қиындығы жоқ, осылай кесе берсеңіз болады. Енді қалған тесталарымызды да, на жақта қалған крошкаларын алып қойсаңыз болады, оны бетіне сепсеңіз де, әрлесеңіз де болады. Осында бетіне қараңыздар, шариктер шыққан кезде келесі бетіне ауыстыра беруге болады, себебі асты пісті деген сөз. Енді осылай қолыңыздың шетімен алып көрсеңіздер де болады. Қараңыздар, ешқандай қолға да жабыспайды, өте керемет болып шығады. Енді екінші бетін бұлай ауыстырып, осылай қызару керек. Екінші бетін де ауыстырамыз. Ал барлық корждарым дайын болды. Енді креміне кірісетін боламыз. Креміне осындай 20% қаймақ, міндетті түрде 20% болу керек қоюлығы. Сол кезде корждарыңыз жұмсақ, өте нәзік болып шығатын болады. Осылай сгущенкамызды ашып, бір банка сгущенкамызды қосып жібереміз. Бір банка сгущенканың өзі жетіп жатыр. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Енді бір-біртіндеп осы
тортымызды жинайтын боламыз. Мен осындай ыдысқа жинадым, кішкене астына кремді қойып, осылай кремнің барлығын 3 үлкен ас қасықтан құйдым да жан-жағына жеткізіп отырып жағып шықтым. Енді келесі коржды да барлық коржды осылай асықпай, не құрылым көбірек болса, крем соғұрлым өте жұмсақ, нәзік болып шығатын болады бұл торт. Әрі тез, өте қолжетімді заттардан дайындалатын торттың түрі. Барлығын жақсылап жағып шықтық. Бетіне шоколад сепсеңіздер, құйсаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңызбен әрлей бересіздер. Жақсылап барлық кремді жаққаннан кейін холодильникке бір 5-6 сағатқа қойып аласыздар. Себебі осы кремнің барлығы қату керек. Кремін қатырмай жаңағыдай бетін әрлеп сәндесеңіздер, ол кезде кремі езіліп, еріп кететін болады. Формасы дұрыс шықпай қалады торттың. Шет жағына да барлық шетіне жеткізесіздер. Шетіне жаңағы осы торттан қалған, корждардан қалған кішкентай нелерді, қамырларды езіп, осы шеттеріне жақсаңыздар болады. Барлық жеріне сеуіп шықсаңыздар. Неке тортымыз дайын болды. Енді үстіне холодильникке бір 5-6 сағатқа қойып алдық. Көрдіңіздер ғой, осылай қату керек кремінің барлығы. Енді осындай сәндейтін боламыз. Мен қасық вилканы осылай қойып, үстіне кішкене какао сеуіп жіберейін дедім. Енді ол өздеріңіздің әр адамның фантазиясына байланысты. Сіздер неше түрлі тастар қойсаңыз, немесе сахарный пудра, немесе шоколад сепсеңіздер болады. Енді өз қалауларыңыз ол. Мен осылай істедім. Сіздер олай істемесеңіздер де міндетті емес. Қасық вилканы қойып, кішкене ерекше қылып істейін дедім. Қараңыздар, өте әдемі, дәмді, нәзік торттың бірі болып шықты. Отбасыларыма, қонақтарыма қатты ұнады. Енді үнемі жасап беретін боламын. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Дәл менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, сіздердің нәзік, табада пісетін торттарыңыз өте керемет болып шығатын болады. Достар, ең алдымен мен каналыма тіркеліп, подписацияны басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін осындай үйдегі бар заттармен, қол жетімді заттармен жасалынатын рецепттермен, үйге керекті ас ханшайымдарына керекті лайфхактармен сіздермен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, подписацияны басып, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал видеоның соңына шейін көргендеріңізге барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға. Ал сау саламаттай болыңыздар.